тарихындағы ерен тұлға Дінмұхамед Қонаев. Оның есімі әрбір қазақ үшін қастерлі һәм қасиетті. Қонаев жайлы не білесіз десең, аға буынның айтары көп, жауабы таусылмайды. Ол туралы сөз қозғалса, халқы ең әуелі 40 жыл басқарып 47 қала салған Қонаев деп қазақ жерінің түлеуі үшін жұмсаған қажыр қайратын бір сөйлеммен суреттейді. Ол кісі дүние жүзіне беделді болды. Жапония жеріне барғанда қуанып отырдық ол кісіні. Қазақстанның бастығын Жапония еліне біздің бастығымыз барды деп қуанып отырдық. Жер бетінде ол кісінің беделі өте зор болды. Расында ол әлем мойындаған мықты саясаткер. Мұны жаһан алпауыттары да растаған еді. Дәлелі ақш-тың 34-ші президентінің мына сөзі. Мен бүгін зор тұлғамен қауыштым. Ол терең саясаткер, халықтар даналығын толық меңгерген адам. Ол КСРО-ның сирек кездесетін тұлғасы. Дуайт Эйзенхауэр, ақш-тың 34-ші президенті 1960 жыл. Әлемге танылған тұлға дегенде 17 республика мына жерде. 17 республиканың берген бағасы бар бұл кісіге. Мысалы, Эйзенхауэрдің айтқан, біздің салт дәстүріміз бәрі бірдей. Мына қазақтың маңдайына біткен керемет азамат кеп тұр екен деп Димаш Ахметұлына қатты таңғалады. Қазақпен қатар өзге ұлт өкілдерінің құрметіне бөленген Димаш атамыздың көрегендігі мен қарапайымдылығы көз көргендердің жадында. Ол үшін ең маңыздысы халқының қал жағдайы мен тұрмысы болды. Сонда бұл кісі ылғи облысты аралағанда әуелі малды сұрамайды, егін сұрамайды, әуелі адамды сұрайды. Адамдардың ауқаты қалай болып отыр, еңбегі қалай болып отыр. Ол еңбегін лайықты сый құрмет көрсетіліп жатқан шығар дейді. Елдің тұрмысы жақсы болсын, абайлар көбейе берсін, бала-шағалар өсе берсін, бақытты болсын. Мана айтатыным сол еліме. Халқының сүйікті ұлы 1912 жылы 12 қаңтарда Верный қаласында дүниеге келген. Ол Меңліахмет Жұмабайұлы мен Зәуре Байырқызының шаңырағында өмірге келді. 1930 жылы Алматы қаласындағы нөмірі 14-ші орта мектепті үздік бітіреді. Бала күнгі арманы тау-кен инженері болу еді. Ақыры осы арманының жетегімен инженерлік кәсіпті таңдады. 1931-36 жылдар аралығында Мәскеудегі түсті металл институтында білім алады. Еңбек жолын 1937 жылы Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат руднигінен тау-кен инженері болып бастайды. Қайраткер ол бұрғылау станогының машинисінен Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметіне дейін көтерілді. Ел басқарды, жерін түлетті, қалалар салды, совхоздар құрды. Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеру кезеңінде 1237 колхоз совхоз болыпты. Ал Дінмұхамед Ахметұлы басқарған тұста олардың саны еселенген, 3600-ге жеткен. Бұл ауыл шаруашылық саласын дамытуға бағытталған саяси қадам дейді Сайлаубек Найманұлы. Ол да сол сәтте шаруашылық жұмысына өз үлесін қосқанның бірі. Үлкен Алматы каналының жанындағы Нұрлы совхозының жұмысын жыл ішінде дамытқан. 3 қазақ үйді тұтас елді мекенге айналдырған. Бір жылдың ішінде 216 пәтер, 85 жылы бір жыл 3 айдың ішінде 624 орындық мектеп, 140 орындық балабақша, 2500 ірі қара малға арналған сиыр баздары салына бастады. Жаңағы сүт сауу науқанын 9 айдан кейін мемлекетке сүт бере бастадық. Мемлекетке мал шаруашылығының басқа өнімдерін беріп жатыр дегеннен кейін 3 май күні Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ағамыз жанында министрлерін ертіп 3 май 85 жылы ауылға келді.
Айтылған тапсырмалардың уақытылы әрі сапалы нәтижелі орындалғанын көріп, Қонаев совхоз директоры жұмысына жоғары баға берген екен. Сондай-ақ жауапкершілік жүгін еселеп, осы істі аяғына жеткіз деп тапсырыпты. Сайлаубек Нұрбеков мұндай тапсырмадан кейін совхозға керектінің барлығын салуға, іске қосуға барын салыпты. Ол Демекеңнің көзінде көрдім, халықтың оған деген ерекше ықыласына да куә болдым. Дінмұхамед Ахметұлы халқының дара туған перзенті дейді. Дінмұхамед ағамыз ауылды аралаған кезде уже халықтың өзі 1000 жарымға жақындап қалған еді тұрғындар. Барлығы ол кісіні жапырап, құшақтап, жанына келіп, ол кісінің жылы жүзіне қарап, барлығы таңсық болып сөйтті. Дінмұхамед ағамыздың енді қарапайым кішіпейілігі сонша, мына адамды өзі магнитше тартып алатын қасиеті бар. Жымиып халыққа қараған көздері, қасиет деген керемет ерекше. Ол жанында болған адамның бәрі оға айтып оны жеткізе алмайсың. Қазақ тарихында да, халқының жадында да, жүрегінде де қалған тарихи тұлға талай толымды іс атқарды. Қазақстан өнеркәсіптік өндірісте 8-де 9 есе, ауыл шаруашылығында 6-да 2 есе, құрылыс саласында 68 есе, халық саны жөнінен 2,5 есе өсті. Жер асты байлықтарын жаппай игеру ісін ілгерілетті. Ол ел басқарған тұста астық өндіру 3 миллионнан 7 миллион тоннаға, қой саны 16 миллионнан 37 миллионға, ірі қара 4 миллион 10 миллионға өсті. Экономикамен қатар білім мен ғылым саласын дамытуға айрықша көңіл бөлді. Қазақстанды Димаш Ахметович басқарған жылдар бұл керемет өсіп өркендеу кезеңі болды деп айта аламыз. Мысалы, 1955 жылы 15 одақтас республиканың арасында Қазақстан 13-ші орында тұрған болатын. Ал 1986 жылдың қорытындысында, 87 жылдың басында республика, біздің еліміз, Ресей мен Украинадан кейінгі 2-ші орында тұрды. Мінекей, осының өзі өсіп өркендеудің керемет көрсеткіші болып саналады. 40 жылын журналистикаға арнаған ардагер Болат Бейсұлтанұлы Қонаев ел басқарған тұста газет беттерінде елдегі атқарылған істер жайлы талай мақала жариялады. Қазірде зейнетте болса да, бұл дағдысынан ажырамаған екен. Болашақ ұрпаққа тәлім болар Қонаевтың істерін ұрпаққа ұмыттырмау парызымыз дейді. Осынша жетістікке жеткенде бұл кісі айтады, бұл халықтың еңбегі дейді. Көрдіңіз бе? Халықтың еңбегі. Мен өзім қанша биікке көтерілсем де, халқымнан төмен деп есепті санаймын өзімді дейді. Көрдіңіз бе? Қасиетті адамның қарапайым ғана әңгімесі осындай. Қазақтарда мақал бар. Еркектің жасы 2,50 дейді. Ол соған баруымыз керек. Соған барыңыз. Димаш Ахметұлы 81 жасында көз жұмды, бірақ 2,50-ге лайықты өмір сүрді, іс атқарды. 50 жыл 6 ай 2 күнін сүйікті жары Зухра Шәріпқызымен өткізді. Ол жұбайына деген махаббатын өмір бойы жанына жалау қылып, өлі-өлгенше сыйласты. Тіпті өмірлік серігі өмірден өтсе де, оған деген кіршіксіз сезімін сақтады. Қонаевтың қанағатшыл дейтінім, ол кісі бір суыртпақ жіп инені өзінің жеке басына пайдаланбаған. Бәрін қанағат деген. Мысалы, үйіндегі кілемін балалар үйіне апарып берген. Маған дүниенің керегі жоқ деген, маған болашақ керек деген, қанағат жасаған бәрін. Тамақ ішкенде де, ол кісі сапырып, көрінген іше бермеген. Ол кісі бір кезде қымыз ішеді, не шұбат ішеді, не құрт ездіріп ішеді екен. Аса артыққа тамаққа бармайды екен. Сонда бұл кісі қандай жағдайда болсын, мысалы, көпіртіп киімді кимейді екен. Бәрін қанағат, осы маған жетеді деп отырады екен. Бәрін қанағатпен санаған екен. Қонаевтың қанағатты қағида еткенін 3 бөлмелі шағын үйінен аңғаруға болады. Бұған Брежневтің өзі таңданған екен. Осындай үлкен республиканы басқарып отырған адам қалайша кішкене үйде тұруы мүмкін? Бар дүниең осы ма деп сұраған. Ал Қонаев Зухра Шәріпқызы екеумізге осы да жетеді деп жауап беріпті. Бүгінде ол үй Қонаев атындағы мемориалдық музей пәтер. Ұлы тұлғаның 100 жылдық мерейтойы қарсаңында 2012 жылы ашылған еді. Қазақ қашанда ұлы
ұлысын ұлықтап, батырын бағалайтын халық. Бүгінде республиканың әр аймағында артынан өлмейтұғын із қалдырған Димаш атамыздың атында қоғамдық қорлар құрылған. Алматы облысында да мұндай бірлестік бар. 2014 жыл 19 майда тіркелген болатұғын. Алғашқы жұмысымыз қоғамдық қордың белсенділерін жұмысқа тарту болды. Ол жұмысқа біз әрбір ауданнан осы қаладағы ескі атаның көзін көрген кездескен адамдарды белсенділікке тарттық. Сол 11 адамнан мүше бар қоғамдық қорда, белсенділер бар. Халықтың қалап отырған ісі, осы кісінің атын әспеттеу, атаның атын мынау кейін келе жатқан ұрпақ жақсы біле бермейді, ұмытыла бастады. Дәл осы сәтте біз қордың жұмысын алға қойдық. Бұның қазір біздің істейтін шаруамыздың көбісі осы кісіге арналған іс-шаралар, одан кейін түрлі кездесулер. Дінмұхамед Ахметұлы адамдық пен арды тұғыр өткен азамат. Ол өз сөзінің бірінде былай дейді: адамдық қалыпты биік ұстау кімге де болса үлкен сын. Адамгершілік деген асыл қасиетті аласартып алмасақ екен, өмір өзегі де осы, азаматтық жолда осы депті. Кез келген азаматтың бойында адамгершілік болса, ірі істер атқарылары анық. Ары мен адамгершілігі биік Қонаевын қазақ қашанда қалайда ұмытпайды. Есімін жаңғыртып отыруға тырысады. Елімізде Дінмұхамед атамыздың атындағы университет бар. Әр аудан, қалада мектептер, көшелер берілген. Тіпті ТМД елдері бойынша ең ұзын көшеде Қонаев есімімен аталады. Жерлерде жыл сайын ескерткіштер орнатылуда. Біз ұлан-ғайыр жеріміздің байырғы атауларын, ұлы тұлғаларымыздың есімін ұрпақ санасында жаңғырта береміз. Мәселен, Қапшағай қаласы халқымыздың біртуар перзенті Дінмұхамед Қонаевтың есімімен тығыз байланысты. Егер жұртшылық Қапшағайға Қонаевтың есімін беру керек деп ұсыныс айтса, мен бұл пікірге қосыламын. Бұл біраздан бері ел ішінде айтылып, Бұхараның аузында жүрген өтініш, көкейінде жүрген арман еді. Қонаев атауы бір ауыздан қолдау тапты. Енді Алматы облысының жаңа орталығы Қонаев қаласы болады. Қалай десек те, Димаш Ахметұлы осы қаланың салынуына мұрындық болған алғашқылардың бірі еді. Қазақтың біртуар ерінің есімі өзі еңбегін сіңірген, терін төккен қаланың атауы болып бекітілетініне халқы қуанышты. Осы қаланы құруға әбден атсалысқан адам кезінде бақанасты осы Қапшағайды екі ортасын жол қылып, керемет адам, енді сондай еңбек сіңген Қазақстанға сол жылдары. Сондықтан мен өзім ойлаймын, Қонаев атамыздың атын беруі әбден енді сондай не? Лайықты ма? Лайықты, иә. Қуанып жатырмыз, иә, қуаныштымыз, арманымыз орындалды. Осыдан 5 жыл бұрында Қонаев атын сұрағанбыз. Енді бірінші кирпичті қалаған сол кісі ғой. Мына гресіміз де сол кісінің арқасында салынды. Ол кісі болмаса бұл қала болмас еді. Бүгінде баласының есімін Димаш деп қойып жатқандар көп. Осыдан ақ Қонаевты қазақ қалай құрметтейтінін көруге болады. Димаш Ахметұлы әр қазақтың жадында ұмытылмайды.